Сәлем достар, бүгін Харгосқа қарай жол тарттық. Күйеуімді алып алып, біреулермен бірге Харгосқа барып, товар алып, өзінше бизнесмен боламын деген түрім ғой мынау. Ал кеттік, алла қаласа, 9 сағат Алматыға, одан әрі қарай 5 сағат Харгосқа қарай жол тартып, аман есен Харгосқа жетіп алдық. Солай жолымызды жүрдік, тамақтанып алдық. Кетіп баратырмыз. Харгосқа да келдік. Харгос сағат 7-де ашылады екен. Ертерек барып, сағат 5-те барып, кезекке тұрып, машинамен кезекке тұрып өтесіздер. Және де жолмен жүріп Харгосқа келдік. Ол Харгос Қытай мен Қазақстанның границасы. Адамдар өте көп. 3 теңгеге билет алып, әрі қарай жол тарттық. Кетіп баратырмыз. 15-20 минуттық жерге тағы да жүрдік. Және де түскен бойда тағы да бір граница сияқты бір нәрсе бар. Содан өтесіздер. Одан кейін міне Харгосқа келеміз. Харгоста осындай зданияларда әрқайсысында әртүрлі тауарлар бар. Өздеріңізге қалаған сомаға, қалаған жерден сатып алуға болады. Аралап көрсеңіздер болады. Заказ берем десеңіздер, ол да болады. Барлық нәрсе бар деп заказ қабылдап жатқан түрім мынау. Солай бизнесмен болып жүрген түрім ғой енді. Солай товарлардың барлығын алдым, барлығын санап өтседо. Солай Қытайды бір түсіріп, шекара ғой былайша айтқанда, түсіріп, сосын үйге қарай да жол тартып қайтып кеттік.